Сәлем достар, мен бүгін сіздерге «Мученицы» фильміне қысқаша шолу дайындадым. Бір жыл көлемінде Люси есімді қыз жоғалғандардың қатарында болатын. Бірақ оны аяусыз ұрып қинаған қалпында бір ғимараттың ішінен тауып алады. Полиция бұл істі қанша тергеп зерттегенімен ешқандай күдікті адам таба алмайды. Сол себепті де бұл қылмыс ашылу қалпында қала береді. Люсидің жақын құрбысы Аннаны дәрігер шақырып алып, құрбысынан өзіне кім осылай қинағандығын біледі ме деп сұрайды. Бірақ Анна жоқ деп жауап береді. Осы сәтте бөлмеге дәрігер келіп, Люсидің тамақ ішуге келмегендігін айтады. Анна құрбысын іздеуге шығады және оны ваннада қолы тілінген қалпында тауып алады да, одан енді бұлай істемеуін сұрап құшақтайды. Бірақ Люси бұны істеген мен емеспін деп жылайды. Кешкісін қыздар ұйықтауға жатқалы жатқанда, Люси есікті ішінен орындықпен тіреп қояды. Түнде ол қорқынышты түстер көріп, ұйықтай алмай жатып, оянып кетіп қараса, есіктің ашық жатқанын көреді. Ол жүгіріп барып есікті жауып, қайтып келіп төсегіне секіріп мінеді. Осы кезде төсегінің астында біреу барлығын сезіп, көрпесінің астына тығылады. Bir кезде ақырын басын шығарғанда, көз алдына құбыжық бейнесі көрінеді. Арада 15 жыл өтеді. Жексенбінің шуақты күнінде бізге таңғы астарын ішіп отырған қарапайым отбасымен таныстырады. Бұл үйдің баласы өзінің қызы үшін мектепті тастайтындығын айтып сөйлесіп ұрсып отырғанда есікті біреу тоқылдатады. Отағасы есікті ашып қалғаны сол еді, оны бірден атып тастайды. Әйел күйеуіне не болғанын көрмекші болып бара бергенде, оны да атып мылтығын оқтауға кіріседі. Осы сәтті пайдаланып, кішкентай қыз қашып кетеді. Ал үстел басында қалған жігітке сен өз ата-анаңның қандай адамдар екенін білесің бе деп оны да атып тастайды. Мылтық ұстаған адам қашып кеткен қызды іздеп үстіне көтеріледі және оны төсектің астынан тауып алады да төсекке қарай мылтықтан атады. Қорқып еңбектеп шығып бара жатқан қызды артынан мылтықпен атып жібереді. Сосын өліп жатқан мәйіттің қасына келіп, не себепті осылай істедіңдер деп ұрғылап жылайды. Біраздан кейін өзіне келіп Аннаға қоңырау шалады және оларды тауып алдым деп айтады. Люсиден мекен-жайын сұрап, Анна соған қарай асығып кетеді. Осы кезде жалғыз отырған Люси белгісіз бір дауысты естиді. Жақындап келіп қараса, ас бөлмесінен бір құбыжық тектес бейнені байқайды. Қыз қолын қанға батырып жіберіп, міне мен істедім деп қолын жоғары көтереді. Осы кезде қыздың арт жағынан құбыжық келіп шабылдап, оның шашынан ұстап ұрғылай бастайды. Қыз қолына ілінген ұстарамен оны тіліп жібереді. Бірақ құбыжық оның қолынан ұстараны тартып алады да қыздың жон арқасын тілгілеп жібереді. Люси жылап бір басқа бөлмеге барып тығылады. Бірақ құбыжық артынан келіп есікті тарсылдатып ұрады. Бір кезде тып-тыныштық орнайды. Люси есікті ашып, ақырын қарай бергенде құбыжық оның қолына ұстараны қадап алады. Люси үйден қашып шығып жүгіріп бара жатқанда алдынан Аннаға соғылады. Құрбысы Люсиді далаға қалтырып, өзі не болмағанын білуге үйге кіріп мәйіттерді көріп шошып кетеді. Сосын құрбысы Люсидің арқасындағы жараны тігеді және екеулеп мәйіттерді жуынатын бөлмеге әкеледі. Анна мәйіттердің қасына отыра кетіп жылады. Ал Люси құрбысына осыдан 15 жыл бұрын өзін ұрып соғып қинаған адамдардың дәл осылар екендігін айтады. Түнде Анна мәйіттерді шұңқырға бір-бірлеп таси бастайды. Қайтып келіп беті қолын жуып су ішіп жатқанда айнадан әйелдің тірі екендігін көреді. Ол әйелді қалтырып, қызды апарып шұңқырға лақтырып тастайды. Үйге қайтып кіргенде Люсидің шыңғырған дауысын естиді. Анна есікті ұрғылап жүріп әрең сындырады да құрбысын алып басқа бөлмеге барып тығылады. Осы кезде Люси өзінің өткен кездерін есіне алады. Оны қалай байлап қойып ұрғандығын және қашқан сәтте бет-аузы қан-қан болған әйелді көріп, оны құтқара алмай қашып кеткендігін есіне алады. Осы кезде Анна Люсиді бөлмеде қалтырып, өзі тірі қалған әйелді құтқаруға барады. Әйел Аннадан құрбың неге осылай істеді деп сұрай бергенде, оларды астыңғы жақта Люси ұстап алады да әйелді балталап өлтіреді. Және Аннадан неге оны құтқармақшы болдың деп сұрайды. Қыз, бұл адамдар маған ештеңе жасамады деп айтады. Бірақ Люси жынданады және осы сәтте тағы да құбыжық көрінеді. Ол Люсидің қасына келіп тамырын кеседі. Бірақ Анна ешқандай да құбыжықты көрмейді. Сосын Люси басын қабырғаға ұрғылап, бір сәтте терезені сындырып далаға шығады да тамағын әйнек қалдығымен орып жібереді. Анна полицияға қоңырау шалмақшы бола бергенде, жертөлеге апаратын жасырын есікті байқайды.
төмен қарай түсіп қарағанда қараңғы жерде ұрып соғып қинаған бір қызды тауып алады. Ол қызды жоғарыға алып шығып өзінше құтқармақшы болып басына орнатылған шегелерді суырып тастап темір бетпердені шешіп алады. Таңертең Анна белгісіз дыбыстан оянып кетіп артына қараса, кешегі өзі құтқарған қыз қолын пышақпен кескілеп жатқандығын көріп, оған көмектеспекші болып бара бергенде, үйге баса көктеп кірген белгісіз адамдар атып тастайды да оны кісендеп астыңғы жертөлеге алып кетеді. Астында бір кәрі әйел пайда болып, оған Люсидің 15 жыл бұрын қашып кеткендігін айтады. Олар осылай адамдарды ұрлап әкетіп, оларды қараңғы бөлмеге қамап, ұрып, соғып, қинау арқылы өлім мен өмір арасына апарғанда ғана адам арғы дүниені көре алатындығына сенімді екендігін айтады. Бірақ осы кезге дейін олар жас баладан кәрі кісіге дейін қинап көргендігін, бірақ еш нәтиже болмағандығын айтады. Аннаны кісендеп қараңғы бөлмеге қамайды да тамақ әкеліп аузына тығып қинайды. Сосын есіне танғанша ұрады және солай қайталап жалғастырып ұра береді. Бір күні қызды басқа бөлмеге апарып арнайы жасалған төсекке жатқызады және бет терісін қалтырып, қалған денесіндегі терісін тірідей сыпырып алады. Дәрігерлер сектаның бастығы кәрі кемпірге қоңырау шалып, қыздың ештеңе сезбейтіндігін және оның дайын екендігін айтады. Кемпір қыздың қасына келіп, одан арғы өмір жайлы бірдеңе көрдің бе деп сұрайды және қыз оның құлағына сыбырлап бірдеңелер айта бастайды. Келесі күні барлық сектаның адамдары осы үйге жиналады. Жиналғандардың арасынан шыққан еркек кеше Аннаның қайтыс болғандығын және ол өлер алдында 2 сағат көлемінде о дүние жайлы не көргендігі жайлы айтқандығын айтады. Не айтқандығы жайлы кәрі кемпір қазір сіздерге айтады деп жуынатын бөлмеге боянып жатқан кемпірдің қасына келеді. Кемпір еркекке өлгеннен кейін не болатынын білесің бе деп сұрайды да аузына мылтық апарып өз миын шашып жібереді. Достар, менің киношоуым ұнаған болса, арнаға жазылып, лайк басып, тіркеліп, басқа да киношоуларымды қарап кеткейсің. Келесі видеода кездескенше.